Бүгін 53-ші сабақ. Бұл сабақ деген өте маңызды. Осы нәрсені біліп алсаңыздар, сіз дейтін көп нәрсе сөйлей алатын боласыздар, көп нәрсе ойыңызды жеткізуге көмектеседі. Бұны комплекс object дейді. Комплекс object. Бұл ереже, бірақ мұнда айтылмаған. Яғни want деген етістіктер бар. Осындай етістіктер бар, бір convince, forbid деген сияқты етістіктер. Осы структураны қолданады. Осы қазір формуланы қолданады. Сразу картинкаларды қарап түсіндіріп көрейік. I want you to. I want етістік келеді. Содан кейін object келеді. Содан кейін to бірдеңе деп кетеді. I want somebody, біреудің бір нәрсе істегені. Мына картинкаға қарасаңыздар, қыз I am going, мен кетіп баратырмын деп ашулы кетіп баратыр. Мына ер адам айтады, please don't go, өтінем кетпе дейді. Енді қараңыз не деп жазылған. The woman wants to go. Әйел адам кеткісі келеді. The man doesn't want the woman to go. Doesn't want, want-тан кейін кім? The woman, содан кейін to. Мына мұндағыдай. Want you to. Сол сияқты want the woman to. Want the woman to деген ер адам қаламайды. Doesn't want қаламайды. The woman әйелдің to go кеткенін. Әйелдің кеткенін. Doesn't want the woman деген әйелді қаламайды деген сөз емес. Әйелдің to go кеткенін қаламайды деген. Мысалы, he wants her to stay. Ол қалайды her, оның to stay қалғанын. Осылай болады. Бізде қазақ тілінде кішкене келеді. Оның, сенің. Орыс тілінде мына жерде басқаша болады. Біз айтамыз I want you. Мен қалаймын сенің. I want somebody. Мен қалаймын біреудің. I want Sarah. Мен қалаймын Сараның to do something. Бірдеңе істегенін. I want you to do something. Мен қалаймын сенің бір нәрсе істегенін. I want somebody to do something. Мен қалаймын біреудің бір нәрсе істегенін. I want Sarah to do something. Мен қалаймын Сараның бір нәрсе істегенін. Осылай, I want, содан кейін кімдікін айтасыз, содан кейін не істегенін айтасыз, to мен, to do. I want you to be happy. Мен қалаймын сенің, I want you, мен қалаймын сенің to be happy, бақытты болғанды. Not, I want that you are happy. Бүйтіп айтпаймыз. Мен қалаймын, чтобы that you, сен, are happy. Бұл деген орыс тілінде осылай қолданады. I want, я хочу, that you, чтобы ты был happy, счастлив. Я хочу, чтобы ты был счастлив. Орыс тілді адамдар осы ережеден шатасуы мүмкін, осылай айтып қалуы мүмкін. I want that you деп. Бірақ мына жерде айтып олай емес дейді. Просто I want you деп айтамыз. Бір как будто я хочу тебя деген сияқты. Бірақ я хочу, чтобы ты был счастлив. I want you, мен қалаймын сенің бақытты болғанды. They didn't want anybody to know their secret. Олар қаламайды, they didn't want anybody, біреудің, қайсы біреудің, to know their secret. Оның секретін біліп қойғанын. To know, білгенін, their secret, оның секретін. Do you want me to lend you some money? Сен қалайсың ба, менің саған ақша қарызға бергенін. Do you want me? Сен қалайсың ба, менің to lend қарыз бергенін саған, you, some money. We use would like in the same way. Would like да қолданамыз осылай. Would you like me to lend you some money? Сен қалайсың ба, менің саған ақша бергенін. Would you like me to lend you some money? Түсінікті болған шығар деп ойлаймын. I want you to go. You want me to sleep. Осы нәрсе бізде паттерн деген бар ғой, сонда осы таныстырма паттерндарда осы ереже салынған. Соны қарап түсініп алуларыңызға болады. Қазір алдыңғы сабақта бастаған тақырыпты аяқтап тастайық. Кішкене қысқаша айтып кетейік. Ол деген паттерн жайында біз бірінші осының алдындағы сабақтарда паттерн жалпы не екенін формуласын өттік. Осының алдындағы сабақта
сөздік қалай жатталады, қалай жаттауға болады, соны айттық. Бүгін енді грамматиканы бір-біріне қосу. Грамматика деген, мысалы қарасаңыздар, қазір сіз 53-ші сабаққа келдіңіздер. Оның алдында 52 сабақ болды. Да? Оны грамматиканы әдетте қайталап жүру керек. Ол бір өтіп, түсініп, кейін ұмытып кету, олай ағылшын тілі үйренілмейді. Себебі тіл үйрену, жалпы басқа білімдерді үйрену, ол әрдайым қайталау керек болады. Соның ішінде тілге келгенде ережелер ұмытылып қала береді. Сол ережелерді әрдайым қайттан артқа қайтып отыру, қайттан қарап отыру, ол негізі қиындау. Есте сақтап қалу үшін, барлығын бір-біріне қосу үшін. Осы паттернда мен алдыңғы, сіздер жалпы паттернды оқитын болсаңыздар, сіз дейтін 23-ші сабақты қайталау керек еді, 15-ші сабақты қайталау керек еді деген ондай уайым болмайды деп ойлаймын. Себебі бұның барлығын есеппен сіздерге әрбір сабақ өткен сайын, әрбір бір жаңа сөздер келген сайын, оны алдыңғы ережелерге алып қосып отырамыз. Ол нәрсені мен сызып, белгілеп, галочка қойып отырамын. Қай ереже көп қолданылмай қалды келесі паттерндарда, қай ереже қолданды деп. Және тіл деген, біздің сөйлеуіміз деген әрбір осындай қысқаша ережелердің бір-біріне қосылған түрі. Яғни әрбір жан-жақтан алған ережені бір-біріне қосып сөйлейтін болсақ, онда біз жалпы өз ойымызды жеткізіп сөйлейтін боламыз. Бірақ кейбір кезде осы екі ереже бір-біріне қосылған кезде бір өзгерістерге болуы мүмкін. Мысалы, алдында бір нәрсе қосылып кетуі мүмкін. Бір ережемен бір ереженің алдында whether немесе if деген сөз келіп қалуы мүмкін. Сондай нәрселерді ескере отырып, оны дополнительно қосымша түсіндіре отырып, паттернге енгізіп отыратын боламыз. Және ол жазылып тұратын, мынау қандай ереже, мынау қандай ереже деген сияқты. Және бір ережені автоматизмге апарып алғаннан кейін, келесі ережені автоматизмге апарғаннан кейін, оны қосқаннан кейін сізге жеңіл болады. Және соған қоса еще сөздер қосатын боламыз. В общем, осы үшінші нәрсе грамматиканы бір-біріне қосу деген. Сол маңыздылығы, қайталаудың соны айттық. Егер паттернді қайдан алуға болады, қалай оқуға болады десеңіздер, мына видеоның астында WhatsApp номеріне жазсаңыз, барлығын түсіндіретін боламын. Ол канал безлимит болады, егерде алып алсаңыз, яғни бір аласыздарда ол сіздікі болып қалады. Ішінде келетін жаңа паттерндар енгізіп жатқан барлығын тегін қолданып сіздікі болып есептеледі. Және оның құны өте арзан, жалпы қолжетімді. Қызықты болып жатса хабарласарсыздар. Ал біз сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Б секциясын қарайық, мұнда айтады, біз сол баяғы осы структураны қолданамыз дейді. Яғни verb, етістік, сосын somebody, біреу, сосын to. Етістік, біреу, to. Енді осының алдында біз want өттік қой, қалау. Енді соған етістіктер ask деген бар, сұрау, tell, айту, рассказывать, advice, кеңес беру, expect, күту, бұл алдыңғы сабақта өткен едік бұны. Expect, күту, бір нәрсе ожидать ету, бір нәрсе күту. Мен сенен ондайды күтпеген едім деген сияқты. Сондай жағынан. Wait, андай күту емес. Бір мысалы, мен сені 5 сағат күттім деген күту емес. Мен сенен бұл нәрсені күтпедім деген нәрсе. Persuade деген, ол дейтін көндіру біреуді. Мысалы, бірге киноға баруға көндіру деген сияқты. Teach деген оқыту, білетін боларсыздар. Осы сөзден teacher шығады, оқытушы, ұстаз. Енді сол структура бойынша қарап көрейік қалай болады екен ережесі. Sue asked, мен жоғарда verb деп тұрмын, етістік. Сосын кім, somebodyға a friend-ті қоямыз. Сосын to, етістік, бір нәрсе. Sue asked a friend to lend her some money. Sue сұрады досынан. Sue asked a friend, досынан, to lend, қарыз беруін оған. To lend her some money. Sue досынан ақша сұрады, яғни қарызға. I told you to be careful. Мен I told саған айттым, I told you саған айттым, to be careful. Мұқият болуды. Мен саған мұқият болуды айттым. Advice, кеңес жайында қарайық. What do you advise me to do? Сен маған қандай кеңес бересің?
What do you advise? Сен кеңес бересің me, маған to do, қандай, яғни не істеуге. Expect күту. I didn't expect them to be here. Мен күтпедім оның осында болуын. To be here. I didn't expect them to be here. We persuaded Gary to come with us. Біз Гэрриді өзімізбен бірге жүруге көндірдік. We persuaded Gary to come with us. Teach. I am teaching my brother to swim. Мен ағамды жүзуді үйретіп жатырмын. Ағама жүзуді үйретіп жатырмын. I am teaching my brother to swim. Қарасаңыздар, барлығы келіп тұр. Verb-дің астында кірген етістіктер, содан кейін somebody'дің астында a friend келді, you келді, me, them, Gary, my brother. Не қойғыңыз келеді жалпы. Содан кейін етістіктер кетті. To learn, to be, to do, to be. Осылайды. Ағылшын тілі осындай. Орыс тілі, қазақ тілі сияқты сөзді былай ауыстыруға келмейді ағылшын тілінде. Дәл структура бойынша әрбір сөздер өз орнында болу керек. I told you to. Міне, I told you to. Мен айттым саған to бір нәрсе істеу. Немесе бір нәрсе істемеу дейтін болсақ, етістікті жоққа шығарып айтатын болсақ, онда I told you not to do. Істемеуді. I told you not to go. Бармау. Мен саған бармауды айт. Джейн айтады, wait for me. Мені күт дейді. Мына жерде me деп тұр. Jane told me to wait for her. Джейн айтты маған оны күтеуін. Jane told me to wait for her. Мына жерде Паул айтады Сьюға, don't wait for me. Мені күтпе деп. Біріншісінде күт деді ғой, екіншісінде күтпе дейтін, екінші картинкада. Енді қалай айтамыз? Күтпе деп айтты деп қалай айтамыз? Paul told Sue not to wait for him. Көріңіздер ма? Осы to wait-ның алдында not келеді. To wait, мені күту, not to wait, күтпеу. Jane told me to wait for her. Jane маған күт деді. Paul told Sue not to wait for him. Ал Paul Сьюға айтты, мені күтпе деді. Тағы да айтып қойын, бұны дейтін паттернге салып, нотқа, бөлек таблицаға нот салып, басқа таблицаға нот салмай, соларды паттернмен жұмыс жасап, содан кейін араласқан түрінмен жұмыс жасайтын болсаңыздар, бізге түсінікті болады деп ойлаймын. Енді make, let деген сөздің айырмашылығын қарап көрейік алдыңғы етістіктерге. Make, let-те ол да сол алдыңғы структура сияқты болады, тек бір ерекшелігі to келмейді. Етістіктің алдында to келмейді. Қарап көрейік. After make and let, we don't use to дейді. To-ді қолданбаймыз. He's very funny. Ол өте сондай қызықты, күлкілі деген сияқты. He makes me laugh. Ол мені күлдіртеді. He makes me, ол жасайды маған, laugh, күлкі. Тікелей айтқан кезде. He makes me laugh. Ол мені күлдіртеді. Not makes me to laugh. Makes me to laugh деп to-ді қолданбаймыз. At school, our teacher made us work very hard. Мына made деген сөз орыс тілінде заставляйды. Бір нәрсе мәжбүрлеу деген сияқты келеді. Мысалы, жоғарыда he makes me laugh деген, ол мені күлуге мәжбүрледі тікелей мағынасында. Он заставил меня смеяться деген сияқты. Бірақ біз үйтіп айтпаймыз, ол мені күлдіртті дейміз. Мұнда да at school our teacher made us work very hard деген, онда мұнда енді келеді, заставляйды деген. Біздің оқушы, біздің ұстаз мектептегі бізде қатты жұмыс жасауға мәжбүрледі. Яғни заставил нас работать усердно. Made us work very hard. Осы жерде made деген, заставляйды деген кейбір кезде сөзде қолданысқа келеді, кейбір кезде оны түсіреміз сөзімізден. Sue let me use her computer because mine wasn't working. Let деген рұқсат беру бір нәрсеге. Разрешать деген сияқты, позволять деген сияқты, рұқсат беру. Sue let me use. Sue маған өзін компьютерін қолдануға рұқсат берді. Sue let me рұқсат берді маған. Use. Мына жерде to use демейміз. Use дейміз. Use her computer, оның компьютерін
Because mine wasn't working. Себебі менікі жұмыс жасамай қалды дейді. Because mine wasn't working. You can say let's. Сіз let's деп айта аласыз дейді. Let's деген ол let us деген сөзден қысқаша let's болып қалады. When you want people to do things with you. Егер де сіз бір адамдарды өзіңізбен бірге бір нәрсе істеуге шақырсаңыз, let's айтасыз. Come on, let's dance. Кеттік билейік. Let's dance деген бірге билейік, яғни бір нәрсеге бірге шақыру істеуді. Let's dance. Do you want to go out tonight? Бүгін сыртқа шыққың келеді ме? Not. No, I am tired. Жоқ, мен шаршадым. Let's stay at home. Давай үйде қалайық. Оны үйде қалуға сіз шақырып тұрсыз. Бір амалды бірге жасауға шақырып тұрсаңыз, let's деп айтасыз. Let's stay at home. Давай үйде қалайық. Давай останемся дома. Let's go. Кеттік. Let's-ті білетін шығарсыздар. Осымен сабағымыз бітті.